Білімгерлер, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қылмыстық процеске қатысатын өзге де адамдар. Қылмыстық процеске қатысатын өзге де адамдар бірнеше топқа бөлінеді екен. Сот отырысының хатшысы, сот приставасы, медиатор, куә, маман, аудармашы, сарапшы, куәгер. Осы бірнеше топтың ішінен бүгін мен сіздерге куә жайлы айтпақшымын. Куә дегеніміз іс үшін маңызы бар қандай да бір мән-жайлар анықталғанда немесе белгілі болғанда кез келген адам айғақтар беру үшін куә ретінде сотқа шақырылуы мүмкін және одан жауаптар алынуы мүмкін екен. Білімгерлер, енді куә ретінде жауап алынуға жатпайтын да бірнеше адамдар бар екен. Жеке-жеке айтып өтейін. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге қатысатын судьялар мен алқабилер сот шешімін шығару кезінде туындаған мәселелерді кеңесу бөлмесінде талқылау барысында өздеріне белгілі болған істің мән-жайлар анықталғанда судьялар мен алқабилерден куә ретінде жауаптар алынуға жатпайды екен. Екінші, төрешінің міндеттерін атқаруына байланысты өзіне белгілі болған мән-жайлар туралы төрешіден де куә ретінде жауаптар алынуға жатпайды екен. Үшінші, өзінің міндеттерін орындауына байланысты мән-жайларды анықталған күдіктінің, айыптаушының, сотталушының, сотталған адамның қорғаушысы, заңды өкілдері, олардың жәбірленушінің, азаматтық жауапкердің өкілі, азаматтық талапкердің өкімі, сондай-ақ куәнің адвокатынан да куә ретінде жауаптар алынуға жатпайды екен. Сонымен қатар тәубеге келуіне байланысты өзіне белгілі болған мән-жайлар анықталған кезде діни қызметкерлерінен де куә ретінде жауаптар алынуға жатпайды екен. Сонымен қатар жасының толмауына не психикалық немесе дене кемістіктеріне байланысты қабілетсіз адамнан да іс үшін анықтама беру үшін куә ретінде жауапкер болудан анықтама алуға жатпайды екен. Сонымен қатар медиацияны жүргізуге байланысты өзіне белгілі болған мән-жайларды анықтағанда сол туралы айтуға медиатордан да куә ретінде жауап алынуға жатпайды екен. Білімгерлер, осы 6 адамнан куәгер ретінде анықтама алынбайды екен. Сонымен қатар куәнің де өзінің құқықтары мен міндеттері болады. Енді біз сендерге қазір куәнің құқығымен мен сендерді таныстыра кетейін, білімгерлер. Қылмыстық жазаланатын іс-әрекет немесе әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін өзінен, жұбайынан, зайыбынан, жақын туыстарынан құдалау әрекетін әкеп соғатын айғақтардан беруге бас тартуға куәнің құқығы бар екен. Сонымен қатар куәгер өзінің сот процесінде өзінің тілінде немесе өзінің ана тілінде немесе өзінің білетін тілінде айғақтар беруге де құқығы бар екен. Және де аудармашының егерде ол сот процесінде басқа тілде өтіп жатса, өзі басқа тілде сөйлейтін болса, аудармашының тегін көмегін пайдалануға да құқығы бар екен. Сонымен қатар өзінен жауап
алынуға қатысатын аудармашыға қарсылық білдіруге де келіспеуге де құқығы бар екен. Өйткені ол дұрыс айтпай қалуы мүмкін, дұрыс аударамай қалуы мүмкін оның айтып жатқан сөздерін. Сол себепті ол өзі қарсылық білдіруге де құқығы бар екен куәнің. Сонымен қатар жауап алу, сот процесінде жауап алынуына байланысты жаңағы хаттамасындағы айғақтарды өз қолымен жазуына да өтініш білдіруге, сонымен қатар анықтаушының, тергеушінің, прокурордың, жаңағы соттың іс-әрекетіне, я болмаса іс-әрекетсіздігіне шағым келтіруге, өзінің құқықтары мен мүдделерін, заңды мүдделерін, оның ішінде қауіпсіздік шараларында қолдану туралы өтініш хаттар жазуға, білдіруге, мәлімдеуге құқығы бар екен куәнің. Енді білімгерлер, мен сіздерге куәнің міндеттерін де айта кетейін. Куәнің өзінің бағана құқықтар жайлы айттық қой, енді куәнің өзінің міндеттері де бар екен. Жеке тоқталып өтейік. Анықтаушының, тергеушінің, прокурордың және соттың шақыруы бойынша келуге, яғни сот отырысына тергеушінің тергеу кезіндегі шақырылған уақытында, календарлық күнінде, уақыт деген сол кезде келуге міндетті екен. Сонымен қатар тергеу кезінде сот отырысында уақыт белгіленген яғни сағат белгіленген жағдайда сол тәртіпті сақтау керек екен. Сол уақытта, сол сағатта сот мәжілісінде, сот залында болуға міндетті екен. Және келесі тағы да міндеттер, өзіне жаңағы іс бойынша өзіне белгілі болған мән-жайларды шынайы түрде хабарлауға, және де өзіне қойылған сұрақтарға нақты шынайы түрде жауап беруге міндетті екен. Келесі, егер тергеуші, прокурор сол тергеу барысында оларға белгілі болған мән-жайлар белгілі болса, сол туралы куәға жария қылмау керектігін ескерткен болса, куә міндетті түрде сот процесіне дейін, сот отырысына дейін өзіне белгілі болған мән-жайларды жария қылмауға міндетті екен. Білімгерлер, бүгін біз куә жайында біраз мағлұматтар алдық. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.